Тәрбие жұмысының негізі нормативтік құқықтық құжаттар. Олар сынып жетекшінің күнделікті жұмысында басты бағдар болып табылады. Қазақстан Республикасына тәрбие жұмысын реттейтін негізгі құжаттарға білім туралы заң, бала құқықтары туралы конвенция және тәрбие тұжырымдамасы жатады. Креативті басқару, заңдылықты сақтай отырып, тәрбие жұмысында жаңашыл тәсілдерді қолдану. Интерактивті форматтар мен жобалық жұмыстар оқушының қызығушылығын арттырып, тәрбие сапасын көтереді. Тәрбие жұмысының нәтижелілігі жүйелі мониторинг арқылы анықталады. Бақылау, кері байланыс және талдау басқарушылық шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Құқық бұзушылықтың алдын алу. Сынып жетекші, ата-ана және мектептің бірлескен жауапкершілігі. Тиімді тәрбие жұмысы, заңдылық, креатив және жауапкершіліктің үйлесімі. Ал сынып жетекші осы үдерістің басты ұйымдастырушысы.